Қайырлы кеш, құрметті математика сүйер қауым, менің есімім Әли. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық алгебра, яғни екінші тақырыбымыз матрицаны анықтауышы мен кері матрица. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты анықтауыш пен кері матрица ұғымын түсініп және оларды есептеуді үйрену. Жалпы бүгінгі сабағымыз 2 видеодан тұрады, себебі видеоның көлемі ауқымды, сол үшін мен осы сабақты 2 видеоға бөлуді шештім. Анықтауыш дегеніміз не? Ең алдымен осыған тоқтала кетейік. Математикалық тілмен айтқанда біз сызықтық түрлендіруден кейін фигураның ауданы немесе көлемін қанша есе өсетін немесе кемитін өсетін коэффициент. Өткен лекцияда естеріңізде болса, матрицамыз вектор арқылы көрсеткен болатынбыз, және сол вектор белгілі бір фигураны құрайды. Және сол фигураның ауданы қанша есе үлкейе ме, сығала ма, соны көрсететін коэффициент сол анықтауыш деп анықталады. Міне бұл геометриялық түрде анықтауыштық көрсеттім. Міне көріп тұрсыздар, бізде еме Ж дейтін бастапқы матрицамыз бар, яғни түрлендіруден кейін біздің ауданымыз 6 өсі, яғни біздің анықтауышымыз 6. Анықтауыш деген осы геометриялық мағынада. Анықтауыштың қасиеттері бізде негізгі 3 қасиет бар. Осыны жаттап алыңыздар немесе сақтап алыңыздар өздеріңізге. Ең бірінші қасиет, біз яғни жолдарды, бағандардың орындарын ауыстырған кезде бізде яғни матрицаның анықтауышының мәні өзгермейді. Сол қалпында қалады. Егер бағанды жолға ауыстыратын болсақ, бұдан матрицаның мәні өзгермейді. Екіншісі, ол үштік матрицада тура сондай. Екінші қасиет, ол яғни біз бірінші жолдағы элементтерді қандай да бір лямбда дейтін санға көбейтетін болсақ, соның шыққан анықтауышын біз лямбда санға көбейтеткенбіз. Яғни біз анықтауышы қандай да сан болса, яғни біздің матрицамыз осы анықтауышқа көбейтіледі. Үшіншісі, ол яғни қандай жағдайда бізде анықтауыш нөлге тең болатынын көрсететін қасиет. Яғни біздің бірінші жол мен екінші жол тең болса, немесе бірінші баға мен екінші баға элементтер тең болса, біздің анықтауыштың мәні нөлге тең болады. Яғни біз сызықтық түрлендіруден кейінгі матрицамыз түзуге айналып кетеді, немесе жай әшейін нүкте айналып кетеді. Яғни оның ауданы жоқ деген сөз. Анықтауышты қалай есептейміз? Осыған ерекше мән берейік. Өйткені кейбір адамдар осы формулада шатасады, немесе оны білмеуі де мүмкін. Қараңыздар, анықтауышты қалай есептейміз? 2-2 матрицада біз мынандай әдісті қолданамыз, яғни біз диагональ әдісі. Диагональ бойынша элементтерді көбейтеміз. А1 мен А2 2 минус және А2 1 1 2. Сонда 2-2 матрица анықтауыш осы формамен есептеледі. Енді 3-ке келіп, бұл жерде енді ең маңыздысы, бұл жерде 2 жол бар. Мынау жолды біз үшбұрыш арқылы есептеу, немесе Сариус ережесі деп аталады. Яғни біз мынандай әдісті қолданамыз. Үшбұрыш арқылы диагональ бойынша көбейтіледі. Сосын екінші элемент аламыз да А2 1 А3 2 3 1 деген үшбұрыш арқылы. Келесі А1 3 А2 1 А1 3 А2 1 А3 2 деп үшбұрыш жасайды екенбіз. Бұл қосу кезінде. Көбейту кезінде біз осыған тағы матрица тіркеп, бұның симметриялық түрде белгілеймін. Жаңа қосу кезде бай болса, азайту кезде А3-те 1, А2-де 2, 1-де 3. Келесі А2-де 1, А1-де 2, А2-де 1, А3-те 3, А1-де 1, А2-де 3 және А3-те 2 деп осылай формуласын құрастырады екенбіз.
жалпы бұл Сариус ережесі аталады. Және бұл осы матрицамен біз кейінгі тақырыптарда қолданатын боламыз. Егер сізге осы форма жаттауға қиын болса, екінші жол бар, бұл минор әдісі немесе алгебралық көбейткіш деп аталады. Бұның ерекшелігі біз яғни бірінші жолдарды кесу арқылы және қию арқылы да. Мысалы, мына жерде А1 деп тұр, біз А1-ді көбейткіш табамыз да, бірінші жолмен бірінші бағанды алып тастаймыз, сызамыз. Сонда бізде 2-2 матрица шығады. А2-2, 2-3, 3-2, 3-3. Келесі. Бұл жерде минус кетеді. Өйткені 1 қосылған 2. Мына жерде 1 қосылған 1 болсын плюс. А1-2 сызамыз бай. Сонда бізде А2-1, А2-3, А3-1, А3-3 деген матрица болады. Келесі дәл солай. Бірінші жолмен үшінші бағаны алып тастасақ, А2-1, 2-3, 3-1, 3-2 матрица болады. Яғни осы матрица жаңағыдай мына 2-2-ның матрицаны қолданып есептесек, осыны 3-3 матрицаны анықтау үшін екінші жол шығаруға болады. Бұл екіншісі әлдеқайда біріншісінен оңай. Енді практикалық есепке көшейік. Бізде осындай есепте берілген. Осы матрицалардың анықтау үшін анықтауымыз керек. Жаңағы формуланы қолданамыз. 3 көбейтілген 3, 5 көбейтілген 5. Минус 16 шығады. Келесі матрица. А көбейтілген БЦД. Сонда бізде матрица 0-ге тең болады. Ал келесі косинус кездегі жағдай. Косинус, міне минус, плюсқа айналады. Сонда плюс синус альфа. Синус квадрат альфа, косинус квадрат альфа. Бұл тригонометриялық тепе-теңдік бойынша ол тең 1 болады. Келесі. Синус альфа косинус бета көбейтеміз. Және минус косинус альфа синус бета көбейтеміз. Бұл формула негізі тригонометриялық формулада бар. Оның мәні бізде синус альфа минус бета деген тең болады. Егер есеп түсінікті болса, келесі практикалық есеп көшейік. Бізде 3-3 деген матрицаның анықтау үшін анықтауымыз керек. Есептің шешімі бойынша біз бірінші әдіс қолданайық. Сариус ережесі, үшбұрыш ережесін. Жаңағы формуланы қолдансақ, 1 көбейтілген 5 болады. 2 көбейтілген 4 көбейтілген 3 тең болады бізде 24. 3 көбейтілген 5 көбейтілген 2 тең болады 30. Түсінікті. Енді жаңағы кер жүреміз. Яғни бұған симметриялық жүрейік. 3 көбейтілген 1 көбейтілген 3 тең минус 9. 2 көбейтілген 5 тең болады бізде 50. Таңбасы минус, мына жерде минус болады. Және 1 көбейтілген 4 көбейтілген 2 тең минус 8 бәрін қосып азайтсақ, минус 8 шығады. Екінші әдіс бар, жаңағы алгебралық көбейтулер минорлар арқылы. Және 1 деген аламыз. Бірінші бағамен бірінші жолды сызамыз. 1 плюс 1 деп тұр. Сөйтіп 2-2 матрица болады. Соның анықтауышын есептейміз. 2 деген коэффициент аламыз. Бірінші жолмен екінші бағанды сызамыз. 5, 4, 2, 3, 5 матрица болады. Келесі 3 деген коэффициент аламыз да, бірінші жолмен үшінші бағанды сызамыз. Сонда 5, 1, 3, 2 деген матрица болады. Сөйтіп, осыларды есептесек, жерде 5 минус 8, жерде минус болады. Сол үшін минус 2, мына жерде 25 минус 12, мына жерде 3, 1 плюс 3, ол плюс 1 береді, яғни 10 минус 3, сонда бәрін қоссақ, минус 8 шығады. Бұда да тура сондай әдісті қолданамыз. Осы үшбұрыш ережесін қолдана отырып болса есептеп шығамыз, минус 7 шығады. Және де соған екінші әдіс қолданамыз. Жалпы есеп түсінікті деп ойлаймын. Енді практикалық үшінші есеп көшейік. Бұл жерде 4 матрица. Осыны анықтау үшін есептеуіміз керек. Бұл жерде анықтауыш жаңағыдай, бұл жерде біз үшбұрыш ережесі жоқ. Бұл жерде негізі 4 матрицада
тек қана біз жаңағы алгебралық көйткіштер арқылы жүктеуге ғана болады, басқа әдісі жоқ. Және сол атау лапас деп аталады, жаңағы жүктеу, лапас жүктеуі бойынша біз жаңағы төртте төрт матрицаны үште үш матрица арқылы жүктеп, сөйтіп анықтауышын есептеткенбіз. Және плюс минус кете береді. Жаңағы бірінші бағаны бірінші сызған кездегі матрица осындай шығады, анықтауыш бізде 255 шығады екен. Келесі минус бірінші бағанмен, бірінші жолмен екінші бағаны сызған кезде қалған шығатын матрица, міне 3/3 матрица. Бірінші жолмен үшінші бағаны сызған кездегі матрица, және бірінші жолмен төртінші сызған матрицаның анықтауыштарын таптық біз. Жаңағы формуланы қолдана отырып осылай есептейміз. Есептегенде бізде жауабы минус 2639 шығады екен. Енді келесі екінші бөлімге көшетін болсақ.